Құрметті менің YouTube каналымның көрермендері, сіздермен тағы да бір қауышып отқаным үшін өте қуаныштымын. Бүгін мен сіздерге өзімнің өткізетін марафон сабақтарым туралы айтқым келіп отыр. Жақында 20-шы осы қарашадан бастап мен ризалық атты марафонымды өткіземін. Мен бұл марафонды өткізіп келе жатқаныма 3-4 жыл уақыт болды. Осы марафоннан өте жақсы нәтиже алған қыз-келіншектер бар. Солар бір-бірінен естіп, осы марафонды өткізуім туралы тағы да өтінген еді. Сонымен қоса осы YouTube-тағы да өзімнің көрермендерімді осы марафондарға қатысуға шақырайын деп сіздердің алдарыңызға бір шығып жатырмын. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде табиғатта да, өмірде де өзгерістер өте көп. Өмірде де неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Бұның барлығы нені білдіреді? Яғни ақпарат көздерінен естіп жатқан шығарсыздар. Қазіргі кезде жердің вибрациясы көтерілді деп. Яғни жердің энергетикасы өзгерді. Космос әлемі өзгеріп жатыр. Адамдар біздер сол космостың бір бөлшегіміз. Физикадан естулерің бар шығар, атом, бөлшек, электрон, протон деп бізді оқытып жататын еді. Мен сол физикадағы айтылатын ұғымның барлығы да негізінде өмірге қатысты ұғымдар. Соның ішіндегі атом деп отқанымыз, яғни біздер қазір адам деп айтып жүрміз ғой. Сол атом деген сөздің адам болып өзгерген түрі. Яғни біздер сол атомбыз, әр қайсымыз атомбыз. Сол атом осы космостың вибрациясының негізінде қозғалады. Соның негізінде әрекет етеді. Сондықтан да табиғат өзгеріп жатыр, космос өзгеріп жатыр. Ал біз өзгермейтін болсақ, онда сол космостың энергиясымен үндеспеген соң жерде біздің біріншіден денсаулығымызда, екіншіден өмірімізде, үшіншіден айналамыздағы адамдармен қарым-қатынасымызда бізге үнемі кедергілер бола береді. Ал енді осы жағдайды ескерген адамдар басқаша ізденіп, басқаша әрекет етіп, басқаша білім алып, олар өздерінің өмірлерін өзгертіп жатыр. Сондықтан да мен енді өзімнің осы жерде көрермендерім қарапайым ауылдың, қарапайым адамдары екенін жақсы білем. Сондықтан да бізді біреу сырттан келіп өзгертеді, бізге біреу бірдеме жасап береді деген сияқты сіздерде ешқандай да ой болмасын. Әр адам өзін өзгертеді, тек қана адам өзін өзгертеді, болды. Сізді келіп сырттан ешкім де өзгертіп бермейді. Өздеріңізді өзгертулеріңіз керексіздер. Міне, сондықтан да білім алыңыздар. Менің марафоным алғыс марафон деп аталады. Яғни біз былай жүргенде адамдарға айтсам, мен бәріне де алғысым бар дейді. Бәріне де алғыс айтамын, мен бәріне де ризамын дейді. Бірақ дегенмен де, егер де сіздің өміріңізде жолыңыз байланып, сәтсіздікке ұшырап, ауырып жүрген болсаңыз, демек сізде ризалық сезімі жоқ деген сөз. Оған ренжімеңіздер. Айтады ғой, өздеріңізбен шынайы болыңыздар. Шынайы адамда түп сана деген болады, сонымен қоса түп сана деген болады. Адамдардың көбі түп санадағы бүгіп жатқан, шөгіп жатқан көп нәрселерді біле бермейді. Ал қазіргі уақыт сол біздің өзіміздің түп санамызға түсіп, сол түп санадағы жасырынып жатқан неше түрлі ойларды, неше түрлі бір установкаларды бізден шығаруды талап етіп жатыр. Сондықтан да осы марафонға қатысуға шақырамын. Марафон сізге не береді? Марафон ең біріншіден өзіңізбен өзіңізге бетпе-бет келуге мүмкіндік береді. Өзіңіздің құндылығыңызды анықтайсыз. Өзіңіздің басыңызда қандай сіздің басыңызға кедергі келтіретін ойлар бар екенін түсінесіз. Және де бұл марафон 28 күн бойы өтеді. Яғни сіз 28 күн бойы өзіңіз риза болатын тұстарға ризалық сезіміңізді білдіретін боласыз. Бұл ризалық марафонына қатысқан адамдар марафоннан кейін мүлдем басқаша ойлау деңгейімен шығады. Әрине, егерде 28 күн бойы тапсырманы дұрыс орындап, алған білімді дұрыс өздеріңіздің бойларыңызға сіңіретін болсаңыздар, міндетті түрде ол нәтиже береді. Сондықтан да жалпы айтады ғой,
адамға алғысы жоқтың Құдайға алғысы жоқ дейді. Марафонға қатысқан кезде сіз өзіңіздің көп бойыңыздағы кемшіліктеріңізді байқайтын боласыз. Өзіңіздің білмейтін қаншама қырларыңызды ашасыз. Өзіңіздің ұмытып кеткен қаншама, жаңа қазақ айтады ғой, біліп істеген білмей істеген күнәм дегенде, қаншама сондай қасиеттерді ашатын боласыз. Өзіңіздің бойыңыздағы қаншама жақсы керемет құндылықтарды ашатын боласыз. Сондықтан да бұл марафон өте оңай платформада өтеді, яғни WhatsApp желісінде өтеді. Сізді мынандай уақытта экранға жинап отырмаймын, яғни сізге ерте таңертең тапсырма беріледі, сол тапсырманы күнімен орындайсыз, кешке сосын сол тапсырма бойынша өздеріңіздің жауаптарыңызды айтатын боласыздар. Марафонға қатысқан өте қызықты, өте тамаша. Ол жерде бұл марафонға бірнеше адам қатысқаннан кейін өзгелердің де пікірін білу арқылы, өзгелердің де ойын білу арқылы сіздің ойыңыз қозғалатын болады. Жалпы айтады ғой, ойды ой қозғайды дейді. Міне, сол айтқандай сіздің ойыңыздың өзгеруіне, бүкіл жалпы болмысыңыздың өзгеруіне бірде-бір керек осы ризалық сабақтары екен. Сондықтан да осы сабаққа қатысуға шақырамын. Осы жерде өзімнің телефон номерімді беремін. Сол номерге хабарласыңыздар. Түсінбейтін жерлеріңіз болатын болса, тағы да сұраңыздар. Марафонның құны 7000 теңге тұрады. Жалпы бір ай жұмыс жасаған тұста ол 7000 теңге деген ол ештеңеге де тұрмайды. Менің бұл сабақтарымды басқа психологтар, коучтар, олар 700 мыңға, 800 мың, миллионға сатып жүрген бұл сабақтары. Ал менің сабағым бар жоғы 7000 теңге. Себебі мен қарапайым халыққа қол жетімді болса деген мақсатта ұйымдастырып жатырмын. Сондықтан да марафоныма қатысуға шақырамын. Сіздермен болған Ақмоншақ ой дизайнері. Каналыма тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, үнемі байланыста болыңыздар. Өздеріңіздің телефон номерлеріңізді қалдыратын болсаңыздар, мен сіздерді өзімнің чатыма қосып, сіздермен жұмыс жасауға дайынмын. Ал марафонға қатысуға шақырамын баршаңызды. Қатысыңыздар.